Педри тағы да назардың ортасында. Бірақ бұл жолы әңгіме марапат, рекорд немесе матчтан кейінгі әдемі сөздер туралы емес. Ол Барселона тарихындағы ең маңызды көрсеткіштердің бірінде Мессидің өзін артта қалдырды. Қазір ол хаос туған сәтте барлығы жүгінетін ойыншыға айналды. Сол себепті жанкүйерлерде жиі сұрақ туады. Қазіргі Барселона түгелдей Педриге қарап тұрма. Бүгін біз Педри тек командадағы үздік жартылай қорғаушы ғана емес, одан да үлкен мағынаға ие футболшы екенін, сондай-ақ ол алаңда болғанда және болмаған кезде Барсаның ойыны қалай өзгеретінін талқылаймыз. Достар, жайғасып отырыңыздар, бастаймыз. Педри соңғы уақытта бірнеше себеппен назарға ілікті. Барселона жартылай қорғаушысы клуб ойыншылары қауымдастығынан әділ ойын көрсеткені және Блауграна клубының құндылықтарына адалдығы үшін арнайы марапат алды. Бұл оның команда ішіндегі ерекше мәртебесінің тағы бір дәлелі, бұл оған бұйырған алғашқы құрмет емес. 2022 жылыда дәл осы марапатты иеленген болатын. Яғни Педри тек ойын арқылы ғана емес, футболға, серіктестеріне және жанкүйерлерге деген қарым-қатынас арқылы да үлгі ретінде бағаланады. Бірақ мұның бәрінен де маңыздысы оның спорттық жетістігі. Осасунаға қарсы матчта Педри Барселона сапындағы 150 ойынын өткізді және бұл көрсеткішке клуб аңыздары жеткеннен де жылдам жетті. Ол осы межеге клуб тарихында ең жас футболшы ретінде жетіп, Лионель Мессиді артта қалдырды. Месси 150 матчын 23 жас 121 күнде өткізген болса, Педри бар болғаны 23 жас 18 күнде бұл көрсеткішке жетті. Оның алаңға шығуы да жай ғана статистика емес, Педридің ойыны тағы да матчты бақылауда ұстаудың негізгі факторына айналды. Командашының шылман екенін ерекше атап өтті. Эрик Гарсия былай деді: Барселонада мәселе туындай қалса, бәріміз допты Педриге береміз, ол шешіп береді. Конса, ол өте жоғары деңгейдегі футболшы. Педри нағыз феномен. Ал Осасуна бапкері Алеси Олиши қазіргі әлемдегі ең үздік жартылай қорғаушы Педри деп батыл пікір білдірді. Флик те оны ерекше атап, Педридің тек ойынға әсер етіп қана қоймай, лидерлік қасиеті күннен күнге артып келе жатқанын айтты. Жаттықтырушының айтуынша, ол алаңның әр тұсында пайда болып, допты тамаша бақылауға мүмкіндік береді, позицияны мінсіз сезінеді және команданы біртұтас етіп көрсетеді. Флик әсіресе оның Френкиде Юнгпен өзара түсінісуін жоғары бағалайды. Дәл осы дуэт соңғы уақытта Барселонаның ойынын түбегейлі өзгертті, физикалық тұрақтылығында атап өткен жөн. Өткен маусымда Педри Ла Лиганың 38 матчынан 37-сіне қатысып, 35 рет бастап шықты. Соған қарамастан оның шаршауы байқалмайды, керісінше команда үшін негізгі тіректердің біріне айналды. 2025-26 маусымының басында да ол барлық 8 кездесуде, соның ішінде Ньюкаслға қарсы Чемпиондар Лигасының матчында да алаңға шыққан жалғыз футболшы. Бүгінде Педри тек талант емес, команданың ойыны, ритмі және мінезі дәл соның айналасында қалыптасып жатыр. Ол Мессиге тиесілі деп саналған рекордтарды жаңартып, клуб ішінде де, футбол әлемінде де нағыз жаңа лидер ретінде танылып келеді және ең маңыздысы бәрі бұл тек бастамасы екенін айтады. Педридің Ханси Флик басқарған команда үшін мәні тек жартылай қорғаушы ретіндегі дәстүрлі рөлінен әлдеқайда асып түседі. Мұнда маңыздысы оның таланты немесе тұрақтылығы емес. Негізгі мәселе, дәл осы ойыншы Барселонаның бүкіл ойынның логикасын белгілейді. Фликпен бірге орталық алаң тек прессинг жасау немесе допты алу аймағы болудан шықты. Бұл шешім қабылдайтын алаң. Ал Педри сол жерде негізгі фигура, ол ойынның ритмін автоматты түрде жылдамдатпайды да, жай баяулатпайды. Ол команданың қашан қарсыласты қысу керегін шешеді, бір қимылымен ойынды жылдамдата алады. Матч бөліктерге бөлініп, қателіктер көбейген сәтте Педри допты өз бақылауына алып, құрылымды қайта қалпына келтіреді. Бұл әсіресе ұсақ түйек сәттерде байқалады. Педри үнемі сызықтар арасында ашылып, қысым астында допты қабылдап, бір қимылмен бағытты өзгертіп, қарсыласты өзіне тартады. Сол арқылы бос кеңістіктер пайда болады. Бұл тек біреу жүгіріп кеткендіктен емес, Педридің өзі қарсыласты орын ауыстыруға мәжбүр ететіндіктен.
Барселона дәл осы әдіспен прессингтен ұзын пассыз шығады. Алаңды бақылау арқылы Педри алаңда жоқ кезде сурет өзгереді. Команда тікелей ойынға көшіп, вертикаль пас іздеуге мәжбүр болады. Топ жиі жоғалады және қауіпті шешімдер арқылы артқа қайтуға тура келеді. Ритм жоғары көрінсе де, ойынды басқару әлсірейді. Сол сәтте Педридің статистикаға емес, матчтың архитектурасына қаншалықты әсер ететінін айқын көруге болады. Физикалық жағдайына деген тәсіл де аса маңызды. Өткен маусымдардағы жарақаттардан кейін клуб пен жаттықтырушылар абайлап жұмыс істейді. Педри енді өзін асыра майыстырмайды. Ол дайын болса да, Флик тәуекелге барғысы келмейді. Себебі Педридің жоқтығы бір ойыншының орнына емес, шешім қабылдайтын ортаның, бүкіл ойын моделі қалыптасатын осының жоғалуы. Сол себепті Педриді бір позицияға алмастыру мүмкін емес. Оны схема немесе басқа ойыншымен жаба алмайсыз. Ол функция емес, жүйе. Ол сау және формада болғанда, Флик басқарған Барселона толық жинақталған және бақыланатын болады. Ал оны алаңнан шығарсаңыз, бірден барлық жарықтар пайда болады. Топ пен ритмді бақылау жасырған сәттер көрініс табады. Бұл осы маусымның басты қорытындысы. Педри тек жаңа циклдің лидері емес. Ол регулятор, жаттықтырушы идеялар мен команданың құрылымын, матчтың нақты ағымын байланыстыратын ойыншы. Ол алаңда болғанда Барселонада соңғы жылдар бойы жетіспей келе жатқан бір нәрсе бар, өз ойынын бақылау сезімі. Бұл маусымда анық көрінді. Педри жай эпизод немесе талант жарқыл емес, ол орталық алаңдағы рөлін ғана емес, команданың логикасын, ритмін және тыныштығын қалыптастырады. Ол алаңда болғанда Барселона матчты басқарады. Ал оны шығарса, басқару жоғалып, әлсіз тұстар көрінеді. Флик бұл жағдайды түсінеді. Сондықтан Педриді тек сақтық үшін емес, стратегиялық есеппен қорғайды. Оны ешқандай схема немесе басқа ойыншы алмастыра алмайды. Педри бұл позиция емес, жүйе. Егер Барселона шынымен жаңа циклға кіруде болса, оның аты осы тарихта орталық рөлде болтырлерде. Өз ойларыңызды жазыңыздар. Педри бүгінгі Барселонаның ең маңызды ойыншысы деп келсесіз бе? Және команданың ішкі өмірін тереңірек талқылап, тек есепке қарап қана қоймай, видеоға жазылыңыздар.